Бисмилля, ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін студиямызға Мади Алжанбай бауырымды арнайы шақырып отырмын. Мәке, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңіз мына Жетісу облыстық газетінің журналистісіз. Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесісіз. Мен ойламаймын, бұл дәрежеге сіз оңай ғана жеттіңіз деп. Әлбетте бұл үшін қаншама тер төктіңіз, қаншама білім алдыңыз. Бүгінгі тақырыбымызда осы білімге қарай бұрып отырмын. Осы білімнің берер пайдасы. Қазір осы біз білімді қолымыздан, әлі Абай атамыздың айтқан сөзі бар еді ғой. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім дейді. Осы біз бір уақыттар кезеңдерде дөп сермедік, қазір осы кеш сермеп, содан айырылып бара жатқан жоқпыз ба? Мына 300-дің басын қосқан Абылай ханның айтқан сөзі бар екен. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік деп. Осы қапы қалып бара жатқан жоқпыз ба? Осы білім бізден алшақтап бара жатқан жоқ па? Кейде ойлаймыз ғой, осы біз кітап оқымаймыз деп. Кітап бізді тастап бара жатқан жоқ па? Қалай ойлайсыз? Жалпы ол үлкен мәселе ғой, сіз айтып отырғанша. Себебі білім деген нәрсе ұлт болғаннан кейін бәрі болатын сияқты. Ол жоғалмайды ау. Мысалға біздің 20 миллион халықтың 1 миллионы оқыса, 1 миллионы сақтап қалса, ол біз үшін олжада. Білімді. Оқыса дейсіз. Оқыса. Енді осы жерде кешіріңіз, енді қаншама кітапханалар бар ғой. Ол кітапханалары анау кеңес өкіметінің кезінде де болған. Сол кезде кішкентай балаларға шейін кітап оқитын. Енді қазір 1 миллион адам кітап оқиды дегенге білмеймін, енді мұғалімдердің өзі, енді мен өзімде сол салада жүрмін ғой, енді былай. Кітапхана барып кітап оқып жатырмын деген мұғалімде көрген жоқпын. Қарапайым келіп жатқан кітап іздеп жүрген бала көріп жүрген жоқпыз деймін да. Осы жақында ғана мен Алакөл ауданында бір командировка бардық, іссапармен. Газеттің қазір баспасөзге жазылуы мақұлсым ғой, соған байланысты бардық. Сонда бізді жаңағы Үшбұлақ ауылдық округіне алып барды, Алакөлде. Сол жерде барып кітапханасында сөйлесіп отырмыз. Сөйтсек ауылда бір қыз бар дейді. Бір қыз кітапханада кітаптың бәрін бітіріп дейді оқып. Бір ауылда бір қыз шықса, біз үшін сол олжа деп отырғанымыз сол да. Ойлаңыз. Яғни білім деген нәрсені Алла тағала береді ғой әркімге. Ол өзінің санасынан береді. Мысалға білім оқы және оқы деп Ленин кезінде айтқан, бірақ Құранның сөзі ғой. Яғни ол да Алла тағала беретін нәрсе сияқты ғой. Мысалға жаңағы шалғайда жатқан шалғын ауылдың бір қызы, ол ілім сақтап болса, ол білім сақтап болса, ол жалғасады. Түнде жалғасады. Мысалға кезінде біздің жазушыларымыз қазіргі имамдарға қызмет атқарды. Совет одағы кезінде. Бізде қазақ әдебиетінде айтылатын алтын дәуір деген бір алтын кезең деп айтылады. 60-шы жылдарда айтады. 60-шы жылдарда шыққан шығармалардың барлығы ұлттық мүдде, дүниетаным, көзқарас деген нәрселердің бәрін қалыптастырды. Енді қараңыз, ол кезде адамдар бір жаппай оқу болды ғой. Тіпті мектептен 3 айлық каникулға шығамыз. 1 сентябрь күні мектепке барған кезде біз кәдімгі шығарма жазатынбыз. Солай ғой. Жазда не оқыдың, соны кәдімгідей бізге жазғызатын. Жаппай кітап оқу деген. Мысалға сіз мысалға келтіріп отырсыз, бір қызды. Енді қазақтың осы жерде мақал шықпай ма, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деген сияқты. Рас енді. Ол да бар. Бірақ енді бір-бірінен көңілден көңіл су ішеді дейді ғой, бір-бірінен бір көреді. Тетті бір қыз біреуге сабақ болатыны анықта. Себебі ертең ол қыз ондай білімді мектептің бір ауылдың кітапханасында тауысқан қыз, ол міндетті түрде білім алуға ұмтылады. Әлбетте. Оқуға тырысады да. Мысалға біз Совет одағы кезінде мектеп бітіріп жатқан кезде қазақтардың барлығы балаларын оқытуға жұмсайтын. Иә. Оқуға түсіруге тырысатын да. Иә? Бәріміз көрдік қой біздің келген ауылда сондай. Ал сол кезде сол ауылда тұрып жатқан өзге ауыл өкілдері семізге жатып жататын. Я болмаса басқа бір кәсіппен айналысып жататын. Кәсіпкерлікпен, жаңағы табыспен айналысып жататын, мал өсіріп жататын. Бірақ қазақта айтыр, жағдай қалай болса да әлі күнге шейін бар, балаларын оқытуға тырысатын қазақтар бар ғой. Яғни оқытуға тырысудың да бір пайдасы бар сияқты түптің түбінде келгенде. Бірақ ол қаншалықты сапалы, қаншалықты білімді, қаншалықты деңгейіне байланысты. Рас айтасыз. Осы жерде енді шынымен-ақ бәріміз балаларымызды оқуға береміз ғой. Бірақ диплом ғой оның артында күтіп отырғанымыз. Оқып жатқанына біз мән беріп жатқан жоқпыз. Қалай оқып жатыр? Бірақ бізде бұрынғымен мақтану деген дүние ғана қалып жатқан сияқты. Бұрынғы кезде оқыған, біздің әкелеріміз оқыған, өзіңіз айтқан 60-шы жылдар ауылда бір қыз оқып жатыр. Біз қазір өзіміз оған онша мән бермейміз.
қазір мүлдем басқа бір дәуір келе жатқан сияқты. Адамдар әлеуметтік желіні ашасың, мысалға өзіңіз білесіз, жақында болған олимпиада, мысалға Елдос Сметов, мысалға орын алып келді. Бокстан орын алып жатырмыз, күрестен, штангыден алып жатырмыз. Солардың барлығын дәріптеген кезде бүткіл әлеуметтік желіде сенің басқа видеоларын қызық емес болып қалды адамдарға. Соған басылған лайк, енді әлбетте жақсы шығар, қазағымыздың көктің көгімізде желбіреді, әнұранымыз шарықтатуына бірден бір себеп болды. Ал енді өзіміз айтып отырған білім саласынан да біздің қазақ кенде қалып жатқан жоқ. Қаншама қазақтың ұл қыздары шет елге барып, кәдімгідей Қазақстанды паш етіп бірінші орын алып, алтыннан алқа тағынып жатыр ғой. Бірақ оларды соншалықты біз дәріптеп жатқан жоқпыз. Енді тағы да мемлекеттің саясатына келіп тіреледі. Түптің түбінде қуып келгенде. Бұл саясат деп ойлайсыз ба сонда? Саясат қой енді. Қараңызшы, қазір нағып біз футболға соншалық көңіл бөлеміз. Миллиондаған ақша бөлінеді футболға. Шетелден бір жатық ұшырын алып келеміз, ол қазақ тілін білсін білмесін. Тіпті қорғап алып жатамыз, ол қазақ тілін білмесе де әйтеуір білім алады ғой деп. Кеше ана Черчесов туралы көп нәрселер айтты. Яғни біздің бір ғана мысалы осындағы білім инновация лицейінің Исатай Исмағи деген баласы осы жақында ғана бізге мақала шықты. Жалпы IT технологиядан бірінші орын алып кетті республика бойынша. Ешкім білмейді. Оның қанша деңгейге жетіп жатқан, жалпы ол халықаралық деңгейдегі өтіп жатқан байқаудан, фестиваль, жаңағы конкурстан орын алған. Оны біліп жатқан ешкім жоқ. Яғни ол білім деген нәрсе артық айтып мақтайтын, не болмаса жарнамасын керек болмай жатқандығы да содан да шығар. Ол аса бір нені қажет етпейді да білім. Мына Ал жаңағы мен футболды бекер қылып отырған жоқпын да, бүткіл әлем қазір футболға табанып отыр да. Футболистердің мына әлемдік доп додасында топ жарып жүрген футболистерді білмейтін адам жоқ қазір. Бізде кішкентай ғана бір баладан сұраңызшы, Рональдо деп шығады, Рональдино деп шығады, Месси деп шығады. Олар қаяқтан біледі, соның барлығы айтылып жатыр. Миллиондаған ақша салып, тіпті анау шетелде болып жатқан олимпиада жаңағы футбол жарыстарына ақшасын құрып жатып барып жатқан қазақтар бар. Ауылда жүріп ақ барып жатқандар. Расымен де. Енді осы жерде. Яғни бұл әлемдік бір тенденцияға айналып кеткен саясат та. Жоқ, енді біз біреуге ілесе беру кереміз шығар. Әлі қазақта айтады, біреу қыз алып қашса, біреу босқа қашыпты деп. Біз солардың артынан шапқылай беру керек емес шығар. Енді бұл білімде, қасиетте бір бала іштен оқып тумайтыны белгілі ғой. Бауыржан Момышұлының айтқан сөзі бар екен, батырлық әлгі туа бітпейді деп. Адам сол нәрседен үлгі алады. Солай емес пе? Сол үлгі тұтады, сол адамның артынан ілесуге тырысады. Біз өзі анау күні бір енді орысша бір нені айтылып жатыр. Қоғамды құртудың 3 тәсілі дейді да. Бір қоғамды құртудың 3 тәсілінің ең біріншісі не десе, ұлыларды жек көрсету. Білімді, ғылым адамдарға сондай бір жамандап көрсету. Мысалға жақында өзімізде көрсе, Әлихан Бөкейхан, Алаш Сиясы Әлихан Бөкейхановтың қолына стаканды ұстатқан, қолына темекі ұстатып суретін шығарып қойған мысалға. Қараңызшы қандай қорқынышты. Өзіңіз білесіз, жақында ғана халық шулаған әлгі Ағиық ақын Мұқағали Мақатаевты халық шулап кетті ғой. Тура осы сияқты қорғап қалуға болмай ма деймін да. Бізде де біреуге ілесе бермей, бізде де жаңағы қазақтың ұлыларын, білімділерін, алдыға зиялыларын алдыға қарай шығарып, соларды бүйтіп ұлықтайтын болсақ, біздің жас ұрпақ әлі алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы дөңгелек сонда дөңгелейтіні белгілі ғой. Біз соларды былайша айтқан кезде ұлықтайтын, сол білімді алдыға шығаратын кезең келген жоқ па деймін. Біз осы кезде бүйтіп кітап оқу, білім артқа шегеріліп бара жатыр. Енді 1-2 жылда мүлдем бұл нәрсені біз жоғалтып алмаймыз. Орыстарда мынандай сөз бар екен, сила есть, ума не надо деген, күшің барда ақыл керегі жоқ. Шынымен-ақ біз күшке қарай кетіп бара жатқан сияқтымыз. Біреудің мұрнын жарады. Мысалға алып соғады жамбасқа, жерге жауырынын тигізеді. Біз соларды оқытып жатырмыз. Ол рас енді, ақиқатыңыз шындығында сол болып тұр қазіргі мұнда. Мысалға кез келген ауылға барыңыз, қазір әрбір ауылдың азаматтары бірлесіп, сол ауылдың бір жақсылығы үшін жиналып жатыр ғой. Ұйымдастырып өздерінше бір қор құрып, ақша салып нәрселер жасап жатыр. Мысалға біздің ауылда мен мектеп бітірген Еңбекшіқазақ ауданында Ашбұлақ деген ауыл бар. Сол ауылдың жігіттері спортзал салды. Кәдімгі спортзал. Мен ойладым да, бірақ айтып жеткізбедім, оны тыңдаймайды, қабылдаймайды. Одан да білім орталықтарын ашып, нағып сол мектеп бітіріп жатқан балалардың бәріне білім бермейміз. Оқығысы келетін балалар ғой. Сол жоқ оқуға түсетінен sonra білім бермейміз десе қабылдаймайды.
Себебі деген бізде осы жақында көрдіңіз, бәріңіз көрдіңіздер ғой. Былтыр ма алдыңғы жыл ма атқа міну бір челлендж болып кетті. Иә. Атқа мініп алып көкті жабылар бір Иә. шапқылап бір мода болып кетті да. Рас Яғни айтасыз. біз сол желіктің ортасында ғана жүрміз әлі. Біз ет пен терінің арасында тұратын желік сияқтымыз. Желіктің арасында жүрміз. Жақсының бағасын білмейміз, жаманның зиянын түсінбейміз. Сондай нәрселермен әлі күнге шейін құр мақтанбай жүрміз да. Біздің мысалға мақтанған кезде үзеңгіміз үзіліп кететініне мақтанамыз. Рас Біздің айтасыз. ата бабаларымыз ана Франциядағы Наполеонның кезінде Москваны Франциядан Наполеонның әскерінен қорықпаған, Парижге шейін барған деп мақтанған кезде керемет дейміз да. Иә. Бірақ қазір дәл сол деңгейге жетіп жатырмыз ба? Құр мақтанған еш нәрсе істеп жатқанымыз жоқ. Енді осы үшін не істеуіміз керек енді? Балаларымызды, болашағымызды қорғап қалу үшін енді білімге қарай бет бұру үшін. Білімге беру. Осы сіз білесіз бе, білмейсіз бе, осыдан 1-2 жыл бұрын кітап оқу бір челлендж жүргізді да. Кәдімгідей ақшасын төлеп Астанадан бір бөлмелі үйдің, 2 бөлмелі үйдің конкурсын ойнатып, кім кітапты көп оқиды деген бір нелер жүрді. Инстаграмда жүрді, кәдімгі белгілі қазақ жазушыларының кітаптарын оқытты. Аха. Сондай нәрселер жүргізген жігіттер болды. Бірақ олардың аяғынан халық болды көпшілік. Қолдау тапқан жоқ. Қолдау жоқ деңіз. Қолдау тапқан жоқ. Мысалға ол бәрібір істейтін, біз сияқты ойлайтын, сіз бен біз сияқты қазір соған жаны ашитын, ұлттың болашағы үшін алаңдайтын азаматтар бар жер бетінде. Қазақстан жүр. Бірақ олардың барлығының ойын тыңдап жатқан біздің үкіметіміз бар ма? Осыны болып тұр. Қазір біз үкімет, мемлекет осы нәрсеге көңіл аудару керек та. Саясат, негізгі мемлекеттік саясат осы болу керек та. Осы нәрселер келген кезде біз жеңіліп қаламыз. Осы өткенде ғана айтылып жатыр, жалпы мұсылмандардың құқын бұзылып жатқандар көп дейді. Мысалы көшеде намаз оқып жатса, болмаса қоғамдық орында намаз оқып жатса, оған штраф төлеп тастайды дейді. 300 мың, 200 мың штраф төлеп тастайды дейді. Ал анау гейлер көшеге алабажақ киініп алып көшеге шығып өздерінің құқығын қорғаймыз деп жатса, олардың поддержка беріп отырған кімдер? Яғни үлкен бір саясат жатыр да арт жағында. Сондықтан Алла Тағала бізге сабыр берсін, сана берсін халқымызға. Азаматтарымыз ояну керек та осыған. Мысалға бізде қазір Тоқаевтың саясатына байланысты осы референдум жүрді ғой. Алғашқы референдумын конституцияны ауыстыруға байланысты. Бізде халықтың ішінде бар ғой, саясатқа қатысқысы келмейтін, өзінің бір азаматтық көзқарасын көрсеткісі келмейтін адамдар көп. Иә. Айтсаң қойшы, біздің даусымыз пайдаланады, біздікі кетіп жатыр. Қолым сілтейді, жатады, үйден шыққысы келмейді. Яғни барлық адамның бойында бір азаматтық нәрсе ояну керек та. Жоқ. Ұлтжандылық дейсіз ғой. Ұлтжандылық, отаншылдық, мемлекетшілдік деген нәрселер жоқ. Оянғысы келмейді. Оятпайды, себебі ол оның алдындағы биліктен қалған нәрсе ме, жоқ әлде халықтың санасын қазір көрсетіп жатқан әлеуметтік желілерде жүріп жатқан түрлі видеолар мен түрлі пікірлер, түрлі көзқарастардың барлығы халықтың санасын одан да тұмшалап тастады ма тағы белгісіз да, бір алла біледі. Сондықтан біз санамызбен оянуымыз керек пе же? Рас Ана айтасыз. ғасырдың басындағы, өткен ғасырдың басындағы Міржақып Дулаттың Оян қазағын қазір оқысаң да сол күйінше өміршең. Иә. Мысалға Тіпті киносына барған күн өзінде көзіне жас алып шықты ғой. сол әлі күнге шейін дөп келеді де таңғаласың. Мен осы жерде сөзіңізді бөлейінші. Мен сол кинодан кейін қаншама көзіне жас алып шыққан жастарды көрдім. Және мен ойладым, жастардың әлі күнге шейін рухы бітіп тұр екен, ұйықтап тұр екен. Тура сол 1-2 сағаттық кино оятып жіберді алттағы. Оятып келіп жіберді. Демек біз оята алатын сияқтымыз. Мысалға жаңағы кітап оқуда мына Әлішер Науаидің айтқан сөзі бар екен. Кітап ақылына ақы сұрамайтын жалғыз ұстаз деп айтқан екен де. Ақылына ақы сұрамайтын ұстаз деп. Олай болатын болса, біз осы ұстазды аяққа таптамай, мен бір жағынан ойлаймын, қазіргі кезде біз мына кезінде бүткіл жаңалықты кітаптан оқыдық, газет, журналдан алатынбыз, иә? Әлемде болып жатқан жаңалықты газет, журналдан алатынбыз. Одан кейін кітап оқыған кезде біз өзіміздің бір адами болмысымызды осыдан қалыптастыратынбыз. Ал енді қазіргі кезде мысалға жаңа сіз айтып отырған әлеуметтік желі бүткіл ақпарат көз алдымызда тұр ма әлде? Бізді іздетпейтін дүние тұр, былай қарасаңыз, иә? Ақпаратты біз қазір әлгі іздемей-ақ табылар, Ыбырай Алтынсариннің айтқаны сияқты, тілегеннің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Сол тілеген дүниеміздің барлығы қазір көз алдымызда бейді. Көре саламыз, бірақ оқымаймыз. Енді қазір біз сол әлеуметтік желінің мүмкіндігін пайдалануымыз керек екенбіз. Мысалға TikTok деген нәрсені жастар көп көреді. TikToктың мысалға ішіндегі не сырып жатқанын бізде бәлкім сол видеоларын бізде салу керек шығармыз.
кітапты оқыту туралы. Мысалға, енді осы жерде қараңызшы, жарайды, мен мынадан бастап айтайын. Енді мамандығым дінтанушы болған соң Құраннан бастап айтайын, иә. Ең алғашқы пайғамбарымызға түскен аят қандай аят еді білесіздер? Оқы деген еді да. Бір емес үш рет айт. Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Одан кейін жарайды, Ленинді де қосайық. Ол көсеме. Оқы және оқы деп айтты. Одан бері қарай алайық, Абырай қазақтың ағартушы ғалымы Абырай Алтынсарин. Бірі Құдайға сыйып кел бала оқылық. Оқылығын алайықшы. Оқылық деп тұр ғой, бәрі оқылық. Оқыған кезде ғана емес пе, өзі адамның былайша айтқан кезде миға жасалған массаждан бастап ала салайықшы. Адам оқыған кезде тіл байлығының, мысалға оқу ұшқырлығының, ойлау, сөйлеу мәнерінің барлығын түзелетін ұшқырлықты содан түзеледі ғой. Енді көр деп айтып тұрған жоқ қой деп айтайын деген ғой бұл жерде. Ана YouTube, жаңа Instagram, TikTok көр деп тұрған жоқ қой. Оқы деп тұр ғой. Осы көре бергеннен кейін де мысалға көруменен қараудың есі екі бөлек екен. Мысалға бір нәрсені қарап өтерміз былай, бірақ көру бір бөлек. Көрмеуіміз мүмкін да. Қарадық былай, бірақ көрмеуіміз мүмкін да. Біз қарап жатырмыз да күнделікті. Енді ол қазақта бір сөз бар, батпандап кірген ауру мысқалдап шығады. Біз енді сол қазір жаппай халықтың барлығы көретін нәрседен ажырата алмаймыз. Елдің барлығы видео көреді, ролик көреді шағын. Түрлі әлеуметтік желілердегі өмірде болып жатқан бір оқиғаларды көреді. Болып жатқан тікелей эфирге түсіріп көрсете салады ғой. Дәл соны көріп жатты. Оны мысалы оқыта алмайсыз да, өте қиын. Мысалы Инстаграмның ішінде Reels деген бір қазір қосымшасы бар. Сонда әркім өзінің ойын жазады да. Иә. Сосын постына өткен бір оқиғасын жазады. Мысалға біреу елесті көргенін жазады, біреусі операция қалай түскенін жазады, біреу жол апатынан қалай аман қалғанын жазады да. Соны оқу арқылы оқу мәдениет қалыптасады. Яғни мен мысалы Алматыда анау Көкжиек деген баспамен көп араластық, бардық. Сол кезде Көкжиектің атын ұмытып қалдым. Сол кезде бір басшысы айтты, жалпы жер бетінде Қазақстандағы қазақстандықтар жылына бір кітап терең оқиды дейді. Оқыса. Бір жылда бір кітап терең оқиды екен дейді. Бізден бұрын россиялықтар тұр дейді. Жылына 3 кітап 4 кітап оқиды дейді. Ал ана жапондықтар жылына 15 кітап оқиды екен. Анан қараңыз. Яғни қазіргі былай экономикалық деңгейге қалай жеткенін көріп отыруға болады. Соны айтам. Мысалы жаңа өзің айттың, жапондар да алыңыз. Абай айтады ғой, адамнан ақыл, білім жаңағы немен ғана озым деп айтылады, қалған оздым дегендер барлығы ақымақтық деген бір пікір бар ғой. Яғни адамды ақылмен, біліммен ғана озылады басқалардан. Ал басқа күшпен, байлықпен, мансаппен озым дегендердің бәрі босаушылық, әурешілік дейді ғой. Сонда да сол. Біз қазір сыртқы жаңағы көріністерге ғана қызығып кеттік та. Құрмақтанға, жаңағы астымыздағы мәшиненің әдемі болғандығына, тұрып жатқан үйіміздің керемет бір биік болып түскендігіне мақтанамыз, соны ғана бір мақтан қылып көрсетіп кеттік. Ал адамның ішкі дүниесінің байлығын, білімнің адамды сақтайтындығын, Хазіреті Әлидің атақты әңгімесі бар ғой, 10 еврей келіп 10 түрлі сұрақ қойғанда бір сұрақ қояды. Оны да. Сонда барлығына 10 түрлі жауап берген де. Соның біреусінде білімді сен сақтайсың дейді, білім сені сақтайды дейді. Білімге күзетші кіргенбіз дейді. Білімді бақпайсың деп келеді. Сонда рас қой? Расымен де. Көкірегіңде жүр, мысалы қажет нәрселерді уақытында білмеген адамға айтасың. Яғни білім деген нәрсе сол адамды сақтайтындығының белгісі осы да. Яғни біз осыны айта беруіміз керекпіз, жеткізе беруіміз керекпіз. Әрбір сәт сайын сосын еске салып тұру керекпіз да. Себебі адам ұмытшақ, мысалы қанша көрме деп айта алмағанмен көрмейді емес, көреді бәрі уақыт. Бірақ оқу керектігін еске салып тұру керек та. Расымен де. Мен бұл нәрсені бар ғой, басымнан өтті. Осы жақында 40 күн болады. Осы бір айдан астам уақыт Жұматай Оспанұлы екенбіз осындай кездесу ұйымдастырдық, подкаст. Сол жерде бала тәрбиесі жайында өткіздік, бала тәрбиесі. Сол кезде шынымен бір ойымызға келмеген, қиналатын дүниелер айтылды. Енді қазақта ақыл үйрету оңай ғой, біреуге отырып ақыл үйрете береміз. Ал бірақ өзің сол нәрсені көрсетпегеннен кейін, өзің істемегеннен кейін біреуге айтқаннан не пайда? Абай атамыз айтқан сияқты, жүректен шыққан сөз жүрекке қонады. Содан кейін екеуміз келістік ол кісіге. 40 күннен кейін келістік. Баламызды бір тәрбиеге өзіміз орындай қалды менен.
содан кейін басқаға айтайық деп келістік. Сол жерде енді халыққа уәде беріп қойған соң өтірікші болмайын деп үйге барған соң сол кітапты қолыма алдым ғой. Кітапты қолыма алдым. Ана Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді дегені, сосын Әзілхан Нұршайықовтың ана Бауыржан Момышұлы жайында ақиқат пен аңыз деген кітабын алып, содан балаларыма да бұйырдым кітап. Күнделікті бір уақытты балаларыма кітап оқитын уақыт қылып белгілеп қойдым, 1 сағат уақытты. Болады екен үйретуге. Болады екен. Ал сол 1 сағат уақыт, былай қарасаң, телефонмен отырып өтіп кететін уақыт. Енді мен сол нәрсені байқағаным соншалықты, қоғамда, яғни отбасынан басталса, отбасын өзгертуге болатын болса, енді қалған өзгертуге болады екен. Бұл жерде әкелер бастау керек екен байқаған. Әке қолына кітап алу керек екен. Әлгі оқы, кітабыңды оқы, мектепте не берді? Айта беріп оқың ғой. Неге сен уақытын кітап оқымайсың деп? Біздің мысалы осы жетісудық жазушы Сайын Мұратбековтің бір әңгімесі бар, Жабай алма. Жабай алмада Аян деген бала туралы айтады да. Аян аяғы ақсақ, өзі бізге сырттан келді дейді. Аян ертегі шет, әңгіме шет дейді. Сол Аянның айтқан әңгімелердің ертегілерден әсерленіп, үлкен жазушы болып кеткен айтады жаңағы кім? Сайын Мұратбеков. Оралхан Бөкеев бар Өскемендегі. Сол Тортай мінер Ақбозат деген бір әңгімесі бар. Сонда Тортай деген баламен әңгімелесіп жүріп, өзінің қалай жазушы болғанын айтады. Тортай жаңағы ертегіге, аңыз әңгімелерге құмар болады. Көкірегінде қазынасы бар да, сол айтып береді. Соны Оралхан Бөкеев тыңдап жүреді да, жазушылыққа елесіп кеткен өзі байқамай қалады. Яғни жаңағы қоғамдағы бір адамның жазушы болып, яки болмаса ақын болып, әдебиетке жансүйер болып шығуының өзінде де осы не жатыр да? Оқу жатыр. Оқу жатыр. Ол оқытудың біреуге әсері бар да. Мысалға біз бәрібір 10 баланы бірдей оқыта алмаймыз. Бір ауылда тұратын 10 баланы бірдей оқыта алмаймыз. Оның ішінде бір екеуі ғана оқуы мүмкін да. Екеуі ғана сөз өнеріне жақын болуы мүмкін да. Біреу тамада болады, біреусі ақын болып шығар кейін. Соның ішінде ол әрқайсының қалған 8 баланың әрқайсының өзінің ризық несібесін беретін саласы бар. Біреусі мұғалім болып кетуі мүмкін, біреусі медик болып кетуі мүмкін, біреусі полиция болып кетуі мүмкін, біреусі мал дәрігері, біреусі жай малшы болып шығуы мүмкін, күзетші болып шығуы мүмкін. Яғни осының ішінде ол ұлт болғаннан кейін жаңағы білімді ұлттың құндылықтарын сақтап қалатын адамдар міндетті түрде болады. Ол Алла тағала берген өзі. Мысалға енді Абайдың дәуірін алып қарасақ, Абайдың дәуірінде ақындар көп болды, бірақ Абайдың атын неге айта алады? Абай Алла тағаланың айтқан сөздерін, Алла тағаланың ақиқатын өзінің өлеңіне қосты да. Сол үшін өміршең болды. Жаңағы Мұқағалидың нағып сөйлеп оқылады. Ол да ақиқатты айтады. Өлеңдердің көпшілігінде Алла тағаланың есімдері бар. Мысалға Бердібектің жаңағы менің атым қожасы нағып бүткіл әлемге таралып кетті. Францияда барып, Канн фестивалінен соның түсірілген фильмі жүлде алды. Францияда алғаш болып кітап шықты. Сөйтсек оның басында деп басталған кезде Аллахи деп басталады. Яғни Алла тағала бір ғана ант етумен бір кіші ғалымның дәрежесін көтеріп тұрды. Мен таң қалдым да, кім осында бір имам айтты, имам Шатиби деген кісі болған екен де, Андалусияда. Қазір Испания жерінде ғой. Сол Құранның қырағат туралы 12 қырағат бар екен ғой. Сол туралы кітап жазады кәдімгі, еңбек. Оқулық ретінде жазады да. Сөйтіп оқитын адам жоқ, Андалусияны голландықтар басып алып жатқан кез болса керек, жаңағы Испанияны. Сол кезде не қылады? Кітабын жаңағы су өтпейтіндер нәрсемен орап, теңізге лақтырады ғой. Ей Алла, мен осындай бір кітап жаздым. Қажетіңе жаратсаң, өзің жаратарсың. Керек жоқ болса суда қалар дейді, теңізге лақтырып жібереді, Жерорта теңізіне. Лақтырып жібереді, содан Мысыр халифасының асханасына үлкен балық алып келеді. Қарнын жарып жібермесе жаңағы кітап шығады ғой. Сөйтіп ол кітапты ашып оқыса, жаңағы ішінде жазылып тұр, имам Шатиби, мен бұл еңбекті жаздым, осыны өзіне тәуекел етіп Аллаға жаздым, соның пайдасын көрсін, елге жаратсын деп жаздым дейді. Сол жерден жаңағы Мысыр халифасы бірден имам Шатибиді алдырады сарайына. Сол кезде Әл-Ақса қазіргі Әл-Асқар университеті, соған мұғалім болып Мысырдағы мұғалімге орналастырады, өзінің қарындасына елікке береді. Сөйтіп өмір өтеді. Демек, білім теңіздің астында жатса да алып шығады. Алла тағала қажет болса, кез келген жерден алып шығады. Бұл да бір қазіргі уақыттағы білімнен алшақтап бара жатқан кезеңімізде бір өтпелі дейсіз ғой, бір кітап оқитын кезеңдер келер. Өйткені бұған да расымен де ойланып отырсам,
мысалға жаңа оңтүстік Корея, Жапония қаншама техниканы ойлап тапқандар сол телефоннан бастап Samsung, LG, телевизор, бүткіл ана тоңазытқыш, көлік ойлап тапты. Сонда оларда да біздің қазіргі уақытымыз сияқты болған екен. Бәрі телефонда, сол компьютерда отырып алып. Ал қазір адамдар ол нәрседен бір қадам алдыға жылжып, метроларда, мысалға вокзалдарда, барлық жерде балалардың қолдарында бір кітап оқып отқанын көріп отырмыз да. Демек бұл да бірақ әйтеуір айырылып қалмасақ екен деген бір жанайқай ғой. Айырылып қалмасақ екен, балаларымызды сол нәрсеге қарай тәрбиелесек екен, білім алуға қарай тәрбиелесек екен. Өйткені білім, әлгі баяғыда бала күнімізде жаттаушы едік қой, әлгі білімсіз күнің жоқ, ақылсыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Расымен де білімсіз күн жоқ екен білуіміз қажет. Білім жоқ болатын болса, ол міндетті түрде біз біреуге жем боламыз, ертең біреуге азық боламыз деген сияқты ғой. Сондықтан да Алла сізден разы болсын. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Болашағымыз білімді ұрпақтардан болуды Алла нәсіп етсін. Алла баршамызға разы болсын. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермендер, Аллах тағала баршаңызға разы болып, біздерін тәрбиелеп отқан ұрпағымыз ғалымдардан болсын, мемлекетіміздің қарыштап дамуына, өркендеп өсуіне себепші болсын. Амин.